Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарыңыз қалай? Мен өткенде айтқандай студентім Шерхан мырза колесода 10 миллион 500 мыңнан жоғары суммада басталатын Kia Cadenza автокөлігін бар жоғы 7,5 миллион теңгеге ұтып алған болатын. Процесс қалай жүрді? Барлығын толықтай Шерхан мырзаның өзінен сұрайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 7 миллион 400 мың. Үйде жаңағы жер. Бізде жаңа айтқан студентіміз міне Шерхан мырза. Шерхан мырза, ассалаумағалейкум. Ұтқан автокөлігіңіз құтты болсын. Рахмет. Енді мына автокөлігіңізді ұтуға қанша күн уақыт кетті? Автокөлікті ұтуға бұл порталда бір апта бұрын шықты. Келіп зерттеп көрдім. Ұнады. Бір сағат ойын болды. Аукцион болды. Соған қатысып ұтып алдық. Енді ұтып алғаннан кейін қанша күннің ішінде осы договорын жасадыңыз? Атыңызға шығару қанша уақыт алды? 3 күн мен банктен шығардым бұны. 3 күн гаиден шығардым. Сонда 6 күн. 6 күн. 6 күн шықты, 7-ші күні барып, соңға уже атыңызға. Міне бүгін шығарып отыр бізде Шерхан мырза, бүгін осы автокөлікті. Жалпы ұтқан суммаңыз қанша? 7 миллион 400 мың. 7 миллион 400 мың. Нарықта примерно 10 миллион 500 мың орташа бағасы. Сонда бір договор арқылы сіз 3 миллион теңге таза қалдырып отырсыз деп айтуға болады. Жақсы, енді осы аукциондар бойынша сұраққа көшетін болсақ, осы аукциондарға қатысуға не себепші болды сіз? Жалпы өзіңіз студентсіз, жалпы қандай? Осы аукциондар ұнады ма, шыққан лоттар ұнады ма, қандай? Шыққан лоттар өте керемет көліктер бар ішінде. Бағасына байланысты. Бағасына байланысты, жақсы. Қараңыз, енді бізде Госрейстер, ЕТП Әділет, Есауда деген 3 портал бар. Осы 3 порталдың ішінде қайсы сізге ең ұнағаны? Ең ұнағаны өзіме ЕТП порталы, ЕТП Әділет порталы. Сол порталдан осы көлікті шығарып алдым. Сол портал бойынша шықты, жақсы, керемет. Осы мемлекеттік аукцион, Госсода компаниясы, сіз 5-ші ағым студентсіз, студент болып, осы аукциондар қатысып кетуге не түрткі болды жалпы? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Студент болып, жалпы кез келген қазақстандық, енді сіз студент болып осы аукциондарға қатысып отырсыз, мысалға. Кез келген қазақстандық бұл аукциондарға қатыса алады деп айтып жүрміз. Ешқандай ИП тоғының қажеті жоқ деп айтып жүрміз. Қалай, қиын ба аукционға қатысу? Конкуренцияны жалпы айтып кетсеңіз. Жоқ, аукционға қатысу қиын емес, СП ключ болса болды жай ғана. Барлығы сіз айтқаныңыздай, өзіңіз айтқаныңыздай барлығын істеп отырдық. Сол сізбен байланысты. Жақсы. Документация жағынан, мысалға папка қағаздар ұстап, осы атыңызға шығару үшін сондай жұмыстар жасалды ма? Жоқ, ондай папка ұстап, ондай жүгіретін жұмыс жоқ. 3 күн жаңағындай банктен шығардық, 3 күн гаиден шығардық, жай ғана болды. Барлығына сот орындаушы көмектесіп отыр. Сот орындаушымен тікелей байланыста отырдыңыз. Жақсы. Яғни, мысалға сіздер ЕТП Әділет порталы бойынша 10 күннің ішінде, мысалға Шерхан мырза бір аптаның ішінде шығарған, жалпы айтқан 10 күннің ішінде толықтай автокөлікті ұтқан жағдайда атыңызға шығарып аласыздар. Гарантийный взнос қанша төледіңіз бұл автокөлікке? Гарантийный взнос мен 581 мың теңге төледім бұл көлікке. 581 мың, сонда 7,5 миллион теңгеге ұттыңыз, сонда қалған 7 миллион теңгені қанша уақытта енгіздіңіз? Мен ұтқан күннен бастап, ертесіне қалған ақшасын аудардым, 6 миллион 800 мың теңгені. Жалпы солай. Осыған дейін енді неше аукционға қатыстыңыз? Осыған дейін мен бұл екінші аукционым, бірінші аукционда ұта алмадық, екіншісінде уже... Бірінші аукцион сізде қай портал бойынша болды? Қандай? Ол автокөлік па, не зат айтып кетсеңіз? Біріншісінде бізде Госрейстер порталында болды. Ол да Kia Cadenza көлігі, ол 2012 жылға. 2012, Олар нарықта 7-8 миллион тұрады, Оны қаншаға ұтып алды, сіз ұтылып қалдыңыз? Оны 4 миллион 400 мың теңге ұтып алды. Сізде планда қандай сума болып еді? Менде 4 миллион жобасы. 4 миллион примерно алам деп ойладыңыз, 4,5 миллион теңгеге ұтып алып кетті, Жақсы, керемет. Оның өзі негізі тәуір пайда негізі, Бұл нарықта 10 миллион 500 мың теңге тұрады, Керемет. Ары қарай, осы аукциондарға қатысу барысында конкуренция жайлы айтсақ, неше адам қатысты? Мысалы, Госрейстерде жаңа қатысқан аукционыңызды айтсын. Неше адам қатысты оған? Госрейстерде бізде бар жоғы 6 адам қатысты. Kia Cadenza көлігінде 6 адам ғана қатысты. Түсінікті. Жалпы конкуренция жоқ деп айта аламыз, порталдар бойынша. Өзіміз ұнаған сумаға дейін түсіріп алсақ болады. Әрине. Kazak shit in my mouth. Каждый день тут гулять по дням, голодный, папа гуляет по пятикам.
Жалпы енді осы машина жайлы айтсақ, Kia Cadenza нешінші жылғы автокөлік? 2015 жылғы көлік, объемы 3.5. Жақсы. Сіз қатыспай тұрып, бұл автокөлікке қатыспай тұрып, яғни ешқандай автокөлікті көрмей аукционға қатыса салдыңыз ба? Қалай жасадыңыз? Жоқ, мен өзім Астана қаласына бір күнімді арнап келдім. Бірден 4-5 көлікті көрдім. Ішінен ұнағаны осы? Ішінен ұнағаны осы. И осыған қатыстым. Яғни қатыспай тұрып алдын ала гарантийный взнос төледіңіз, аукционға қатыстық, и сізге ұнаған суммаға түскен кезде бастыңыз, иә? Жақсы, жаңа айттық, 10 күн уақыт кетті деп, міне бүгін шығарып отырсыз, иә, атыңызға. Өте қуаныштымыз. Жалпы машинаға қандай вложение кетті? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Машинаға енді алдыңғы бамперіне ғана вложение кетті. Қалған жерінің барлығы жақсы. Яғни біз алдын ала кез келген машиналардың коробка, двигатель, там ходовка, кузовның состояниесін барлығын біліп аламыз. Енді кузовның состояниесі идеальный, да? Панорамный вид, барлығы әдемі. Коробка, двигательдер состояниесі жақсы ма екен? Жақсы. Иә, бізде көп сұрақтар келіп жатады. Көп кісілер айтып жатады, жалпы осы аукциондарға шығатын машиналардың состояниелері уже нашар. Көбісі уже тозып кеткен, болмайды, оларды ұтуға деген сияқты. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен оған келіспеймін. Мен өзім көрген 4-5 көліктер, олардың барлығы состояниелері жақсы болып шықты. Керемет. Сіз өзіңіз Қарағандыдансыз, иә? Иә, мен Қарағанды қаласынан отырып, Нұрсұлтан қаласына аукционға қатыстыңыз. Ұтып алып, міне бір күн келген Астанаға документациясын келіп отырсыз, иә? Өте керемет. Құттықтаймын. Енді бұл автокөлікпен қандай планың бар? Бұл автокөлікті әзірше өзім теуім. Өзіңізге әзірге. Жақсы, егер сататын болсаңыз, қараңыз, сонда мысалы нарықта 10 миллион 500 мың тұрады деп айттық. Енді сіз асығып сатқанның өзінде 9,5-ға бере салғанның өзінде сіз таза 2 миллион теңге қалдырып отырсыз. Сонда осы аукцион порталдары жалпы бір договорымен 2-3 миллион табу шын ба? Әрине шын. Кез келген адам, кез келген кісі істей алады ол. Мысалға алатын болсақ, кейбір адамдардың, мысалға айына 200 мың зарплата алатын адамдардың жылдық табысы 2 миллион 2,5 миллион теңге ғана болады. Ал бұл портал арқылы, мысалы сіз бір аптаның ішінде атыңызға шығардыңыз, мысалы 1-2 апта көлемінде бір договор арқылы таза 2 миллион теңге табыс қалдыру деген. Өте керемет, сіз үшін қуаныштымыз. Жалпы өзіңізде қазіргі таңда осы аукциондармен айналысасыз, алдағы уақытта айналысу планда бар ма? Иә, алдағы уақытта бұмен тоқтамаймыз, басамыз. Керемет, және де басқа да қатысам деген желаниясы бар кісілерге айтар ақылыңыз. Тек қана оқу керек, талпыныс керек. Жалпы біз айтқан болатынбыз, бұл аукцион порталдарында кішігірім документацияны ғана білсеңіз, автокөлікте, үйде, жаңағы жер, аренда мәселелерінің барлығын қарай аласыздар. Тек қана кішігірім документация білу керек. Жақсы, онда керемет Шерхан мырза, сіз өзіңіз қазір Қарағанды қаласына жолға шығып бара жатырсыз, иә? Жолыңыз болсын. Рахмет. Әлі осындай талай табыстарға жете беріңіз. Сізге әрдайым қуаныштымыз. Онда жолыңыз болсын. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.